Қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. 4-ші дәріс қосымшалардың мағыналық ерекшеліктері, жалғаулар, көптік жалғау және тәуелдік жалғаулары. Бүгінгі қарастыратын мәселелеріміз қосымшалардың мағыналық ерекшеліктері, яғни бір мағыналы, көп мағыналы қосымшалар, синоним, антоним, амоним қосымшалар, функциялық қосымшалар және жалғаулардың өзіндік ерекшеліктері мен түрлері, көптік жалғау мен көптік категориясы, көптік жалғаудың жалғаулар жүйесінен алатын орны, сөз байланыстыруға қатысы, тәуелдік иелік ұғымының берілуі, тәуелдік жалғау мен тәуелдік категориясы, тәуелдік және жақтық мағына, ортақ және оңаша тәуелдеу, қосымшалардың мағыналық ерекшеліктері. Бірінші, моносемиялық және полисемиялық қосымшалар дейміз. Моносемиялық қосымшалар дегеніміз ол бір ғана мағына беретін, бір ғана мәнде жүретін қосымшалар. Мысалы, қазақы, мал, қалмақы, ер деген кезде қосымшалары парсы ниспеті деп аталады. Бір ғана мағынаны береді, ол қатыстық мағынаны білдіру. Тарихи оқиға, әдеби тіл, діни көзқарас, әскери адам дегенде де и қосымшалары бір ғана мағынаны, сандық мағынаны беріп тұр. Таулы жер, инабатты адам, икемді жігіт деген кезде де сандық мағынаны беретін ләлі, д қосымшалары моносемиялы, яғни бір ғана мағыналы қосымшалар деп аталады. Сол сияқты тарсыл, діріл, гүрсіл деген сияқты мысалдардағы алым, ұғым, байлам, білім деген сияқты мысалдардағы қосымшаларымыз да бір ғана мәнде жұмсалатын, бір ғана мағына беретін қосымшалар. Моносемиялық қосымшалардың ішінде кірме қосымшаларымыз да әрдайым бір ғана мағына береді. Кірме қосымша дегеніміз тілімізге басқа тілден енген сол қалпында қолданып жүрген қосымшалар. Олар кеш, қой, қор, пас, қана секілді қосымшалар. Мысалға арба кеш, білімпаз, асхана, өсімқор деген секілді. Келесі полисемиялық қосымшалар дегеніміз атының өзі айтып тұрғандай бір қосымшаның өзі бірнеше түрлі мәнде жұмсалып қолданылатын қосымшалар. Мысалға лық, лүк, дықтық, тықтық қосымшасы әртүрлі қолданыста түрлі мағыналар беріледі. Мысалға кісілік, достық, жақсылық дегенде таза заттық мән жасады. Оның ішінде абстракты зат атауларын жасады. Ал өсімдік, орындық дегенде нақты зат атаулары. Айлық, апталық, жылдық деген кезде мұнда мөлшерлік мағына беріп тұрса, бірлік, үштік дегенде сандық мағына үстеп тұр. Ал орталық, қоғамды, қалалық дегенде сындық мағына үстеп тұр. Яғни бір ғана қосымшамыз түрлі мағыналарда қолданыла алады деген сөз. Сол сияқты сіз қосымшасы да бір ғана бірнеше түрлі мағына бере алады екен. Ал дай, дей, тай, те қосымшалары бұл да бірнеше түрлі мағына бере алады. Мысалға, таудай кісі десек, сындық мағына. Аттай 10 жыл десек, онда мөлшерлік мағына. Амоним қосымшалар дегеніміз бір қосымшаның қолданыс барысында түрлі мәндерді жұмсалу деген сөз. Мысалға, қ, ық, ік қосымшалары бірінші қолданыста қазық, бұйрық дегенде зат есімдер тудырып тұр. Ал сұйық, ашық, артық, жетік дегенде сындық мағына тудырып тұр. Сол сияқты қосымшасы да қазақы, арабы, естекі дегенде сындық мағына үстеп тұр. Сол сияқты амоним қосымшалардың ішінде д, т қосымшасын ажырата алуымыз керек. Бұл өте көп қолданылатын қосымша. Яғни тұлғасы бірдей болғанмен әр қолданыста әртүрлі мағыналар беріп тұр. Мысалы, итті ұрма десек, бұл жерде табыс септігі. Табыс септігін жалғауы, яғни тура объектін білдіріп тұр. Асты төкпе дегенде де сөз сияқты. Келесі синоним қосымшаларымыз бар. Синоним қосымша сөздің синонимдігі сияқты бір мағынаның әртүрлі тұлғалармен берілуі деген сөз. Мысалға, ілік септігі мен нікі, дікі, тікі жұрнақтары синоним бола алады. Мысалға, менің кітабым дегенді кітап менікі деп айтсақ, екеуінде де меншіктік мағына беріліп тұр. Сол сияқты шаң-шең, қыш-кыш жұрнақтары, шыл-шыл жұрнақтары мәндес сөздер жасайды. Мысалға, сөзшең деген сөзді сөйлегіс, сөзшіл деген сияқты түрлі жұрнақпенен бере аламыз деген сөз. Сонымен қатар тілімізде антоним қосымшалар бар. Енді олардың саны көп емес. Мысалға, л, д жұрнағы менен с жұрнағы әрдайым бір-біріне қарама-қарсы мағынадағы сөздерді береді. Мысалға, л бір заттың құбылысының бар екендігін білдірсе, сіз керісінше оның жоқтығын білдіретін қосымша. Мысалы, сулы, сусыз, таулы, таусыз деген сияқты. Сонымен қатар тілімізде бір топ қосымшаларымыз сөз жасам қосымшасының ішінде функциялық қосымшалар деп аталады. Бұл қосымшалардың ерекшелігі жалпы алғанда функция деген сөзден шыққан функция қызмет. Яғни қандай да бір қызмет аясында контекстте сөз тудырады.
бірақ бұл қосымшалардың ерекшелігі, бұл қосымшалармен жасалған сөздеріміз толыққанды сөз ретінде тіліміздің сөздіктеріне еніп, түсінікті сөздіктерге сөздіктің реестрлі қатарын құрай алмайды, яғни қандай да бір контексттегі қолданыстағы уақытша сөздер секілді танылады. Қосымшалардың жіктелуін барлығын қарастырдық өткен сабақтарда. Соған байланысты жалғаулардың өзіндік ерекшеліктері бар. Жалғаулар дәстүрлі жүйеде әдетте жалғау деп сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаларды айтамыз. Оларға көптік, септік, тәуелдік жалғаулары жатады. Ол жалғаулардың жұрнақтарының ерекшелігі сол тек қана байланыстыру қасиетінде. Бұл жұрнақтар форма тудырушы қосымшалардың қатарында қарастырылады. Ал енді профессор Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаевтың қосымшаларды жіктеуге арналған кестесінде бұл жалғаулар былайша аталады. Бірінші, субстантивтік жалғаулар деп. Оған тәуелдік жалғауы, атау, үлік, табыс септіктері жатқызылады. Себебі бұл жалғаулар өзінің семантикасы жағынан тек қана заттық мән түстейтін жалғаулар. Ал екінші тобы субстантивтік адвербиалдық жалғаулар деп аталады. Оған барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері кіреді. Бұл септіктердің ерекшелігі кімне және кімге, неге, қайда деген сияқты үстеудің сұрақтарына жауап береді. Яғни екі жақты заттық мәнде де қолданылады, және адвербиалдану деген сөз үстеуге айналу деген сөз, яғни үстеудің мәнінде қолданылып пысықтауыштық қатынасты білдіре алатын, яғни екі жақты қызмет атқаратын жалғаулар болғандықтан бұларды субстантивтік адвербиалдық деп атаймыз. Үшінші топ предикаттық жалғау деп аталады. Оған жікті жалғауы кіреді. Яғни жікті жалғауы сөйлемнің баяндаушымен жалғанып, сөйлемді аяқтап, тиянақтап, сөйлем жасауға негіз болатын жалғаулар. Көптік жалғауы деп қандай жалғауды айтамыз? Әдетте көптік жалғау деп зат есімге жалғанып, заттың көптігін білдіретін жалғауды айтамыз. Бұл жерде басқа жалғаулар сияқты сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша деген айтылмайды. Себебі көптік жалғау зат есімге жалғаған кезде ешқашан сөз бен сөзді байланыстыра алмайды, тек қана грамматикалық мағына үстеледі. Сол себепті профессор Исаев көптік жалғауды жалғаудан гөрі жұрнақтың қатарында қарастырған жөн деген пікір айтады. Көптік мағынаның берілуінің өзіндік тәсілдері бар және жолдар бар. Біріншіден, көптік мағына синтетикалық тәсілмен беріледі, яғни қосымшалар арқылы. Екіншіден, аналитикалық тәсілмен беріледі. Оған мысалы тау асты, қора қой деген кезде зат есімдердің қайталануы арқылы көптік ұғым беріліп тұр. Яғни бұл жерде таулардың көптігі, немесе қораның көптігі деген секілді мағыналарды біз қайталау арқылы беріп тұрмыз. Немесе зат есімімен сан есімнің тіркесі арқылы да көптік ұғымды бере аламыз. Мысалға 100 кітап дегенде әрине заттың көп екендігі көрініп тұр деген сөз. Үшінші жолы семантикалық тәсіл. Бұған жекелеген сөздердің өзінің семантикасы арқылы көптік мағынаны беруді айтамыз. Мысалға, көп десек, мол десек, қыруар десек, бірталай, біршама десек, осы сөздердің семантикасында көптік ұғым сақталған. Демек, көптік категориясы бір ғана жалғаумен емес, осындай үш тәсілмен беріле алады. Сонда көптік категориясына тән белгілер қандай деген кезде мынандай белгілерді көрсетсек болады. Біріншіден, бүкіл категорияға тән белгі ол ортақ грамматикалық мағынасы болуы керек. Яғни жаңа көптік мағынаның барлық көптік ұғымның берілуіне тән ортақ мағына ол көптік мағына болып тұр. Екіншіден, көптік категориясы құралу үшін оның қандай да формалар жүйесі болуы керек дейміз. Яғни жоғарыда айтқан үш тәсілмен де біз грамматикалық мағынаны бере аламыз, соның барлығын біз грамматикалық формасы деп танимыз. Үшіншіден, категория құрау үшін олардың мағына мен форманың арасында қарама қайшылық болу керек. Әсіресе грамматикалық мағыналардың ішкі қайшылығы болу керек. Мысалға, көптік ұғым жекелік мағынаға қарама қайшылықта болғандықтан, ол да бір категория ретінде танудың бір белгісі бола алады. Төртіншіден, категория ретінде тану үшін ол тұлғамыз қандай да сөз дамын жаппай түрлендіре алу керек. Яғни көптелу зат есімге тән, соның түрлену жүйесінің көрсеткіші бола алады. Сондықтан көптік категориясы зат есімнің грамматикалық категориясын құрайды деген сөз. Тәуелдік жалғауы. Тәуелдік жалғауына әдетте анықтама бір заттың екінші бір затқа немесе кісіге қатысты, тәуелді, тән екендігін білдіретін жалғау деген анықтама беріледі. Сонымен қатар тәуелдік жалғауды айтқан кезде ол сөз бен сөзді байланыстыратын жалғау деп айтуымыз керек. Ол зат пен заттың арасындағы қатынасты көрсететін жалғау. Тәуелдік жалғау әдетте ілік септіктегі сөзбенен үш жақта жекеше көпше түрде матаса байланысады. Мысалға, кітап сөзін тәуелдейтін болсақ, менің кітабым, сенің кітабың, сіздің кітабыңыз, оның кітабы,
біздің кітабымыз, сендердің кітаптарыңыз, сіздердің кітаптарыңыз, олардың кітаптары. Бұл жерде үш жақта да зат есімменен есімдігіміз матаса байланысып қолданылып тұр. Тәуелді жалғаулары тәуелдік категориясын жасауға негіз болады. Оған тән белгілер ретінде 4 белгіні атасақ болады. Біріншіден, ортақ грамматикалық мағынасы, бүкіл тәуелді жалғаулары тәуелдік иелік мағына береді. Яғни қай жақта қолданса да бұл мағына сақталады. Демек, бүкіл тәуелді жалғауының басын қосатын ортақ мағына осы деген сөз. Екіншіден, тәуелді жалғауының категория құрайтындай 7 түрлі формасы бар. Яғни формалар жүйесінен құралып тұр. Жекеше, көпше түрде тәуелденген кезде 8 түрлі жалғау қолданылады, бірақ үшінші жақта мысалы оның кітабы, олардың кітабы деп бірдей формада қолданғандықтан жалғауы 7 түрлі деп айтамыз. Үшіншіден, категория болу үшін мағыналардың арасында қайшылық, грамматикалық мағыналарда қайшылық, яғни айырмашылықтар, өзгешеліктер болу керек деген сөз. Бұл жалғаулар жақтық жағынан ерекшеленеді, яғни үш жақтың біреуінде қолданылады. Жекеше, көпше түрде тәуелденіп қолданылады. Екінші жақта анайы сыпайылық мағыналарды береді. Сол арқылы әр жалғау бір-бірінен ажыратылады деген сөз. Төртіншіден, сөз табының түрлену көрсеткіші бола алу қасиеті негіз болады категорияға. Тәуелді жалғауымыз зат есімнің түрлену жүйесінің көрсеткіші, яғни бүкіл зат есім жаппай тәуелдене алатындықтан тәуелді жалғаулы зат есімнің таза грамматикалық категориясын құрайды деп айтамыз. Тілімізде тәуелдеудің екі түрі бар. Оңаша тәуелдеу және ортақ тәуелдеу. Бұл меншіктелуші зат пенен меншік иесінің арасындағы қатынасқа байланысты. Меншік иесі біреу болса, ол оңаша тәуелді болады да, ал енді меншік иесі бірнешеу болатын болса, ол ортақ тәуелді болады. Тілімізде жалғаулар түсіп қалып жасырын қолданыла алады. Бұл тәуелді жалғауына да қатысты. Бірақ тәуелді жалғауының ерекшелігі, бұл жалғау ілік септіктегі сөзбен матаса байланысатындықтан көбінесе ілік септігі түсіріледі де, тәуелді жалғау сақталып қолданады. Тек қана санаулы жағдайларда ғана тәуелдік жалғауын түсіріп қолдануға болады. Мысалға, біздің, сіздің, өзіміздің деген үш есімдікпен келген кезде тәуелді жалғауын түсіріп айтуға болады. Мысалға, біздің үй, сіздің ауыл, өзіміздің кісілер деген секілді. Ал енді басқа есімдіктермен келген кезде тәуелді жалғауы түсірілмейді. Сонымен қатар, көркем шығармада, әсіресе өлең жолдарында, дәстүрлі қолданыстарда өлеңнің ұйқасына байланысты тәуелді жалғауын түсіріп айту жағдайлар кездеседі. Мысалға, Қыз жібек жырындағы Базарбайдың төлеген, ерте туған көбейген деген сияқты қолданыстар бар. Бұл жерде ұйқасқа байланысты түсіріп айтқан. Осы тақырыптарға қатысты қосымша деректерді әдебиеттерден қарап біле аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.